Еркеш Хасен деген шәкірті шапалақ солай ағайындар. Көзің әдемі, сөзің әдемі. Ана өлеңді білесіздер ма? Көзің әдемі, сөзің әдемі, анаңдай қамқор болады-ау төбе. Ол басқа не ол? Рахмет, ассалаумағалейкум баршаларыңызға. Құрметті жиналған қауым. Енді жаңағы Сабыржан ағаның айтқан сөзінің жаны бар. Негізі менің өнердегі мамам ол Ғалия апайым. Бірақ осы Ғалия апайыммен таныстырып, Астанадан Алматыға жүрмекпен бірге деп 5-20-да Алматыға барып, Ғалия апайымның қасына ертіп қойған Тәуіржан ағам. Мен негізі теледидарға шығуыма себепкер болған осы кісі. Содан бері Аллаға шүкір, енді барынша үміттерін сенімдерін ақтауға тырысып келе жатырмын. Баршаларыңызды құттықтаймын. Ануар ағам ғой, мен үлкен ағам, жеңгем, тойларыңыз құтты болсын, бақытты болыңыздар, ауырмаңыздар, отбасыларыңыздан береке арылмасын. Енді мен ән арнап берейін, сіздер ортаға шығып би билеңіздер. Тойларыңыз тағы да құтты болсын. Рахмет.
Şaşamayız, әрі жалғастырамыз. Тойларыңыздар болсын. Береміз, бәріміз орындала берген. Сен сұлуған жансың, болған болғайсың, армансың бозбалаға, жар іздеген ханзада. Жанның жұлдызысың, бағымнан боласың, шуағың тарағандай, сұлулықтан жаралғандай. Ендігі мұнды көптегенсің, әлгі көптегенсің, жұлдыздарсың, лайлы жұлдыздарыңа. Әлгі көптегенсің, әлгі көптегенсің, ханшайымсың, жүрек сарқа. Мұнды көптегенсің, әлгі көптегенсің, жұлдыздарсың, лайлы жұлдыздарыңа. Әлгі көптегенсің, әлгі көптегенсің, ханшайымсың, жүрек сарқа. Только